Алжирдегі тұтқын әйелдер. Әкесі үшін баласы, баласы үшін әкесі жауапты емес деген адамгершілік қағидасын 1937 жылдың нәубеті белден бір-ақ басты. Сөйтіп арыстарымызды атқан соң, артында қалған жарларын азаптау үшін арқаның сайын даласын азапты түрмеге айналдырып, Алжирде батады. Тұрар Рысқұловтың жары Әзиза анамыз, Бейімбет Майлиннің жары Күнжамал апамыз, Темірбек Жүргеновтің жары Дәмеш анамыз, жалпы қаншама алаш арыстарының үйіндегі айдай аналарымыз қарғыс атқыр сол түрмеде 10 жылдап отырды. Алжир ресми түрде 1937 жылы желтоқсанда ашылыпты. Жақсылықтан гөрі зұлматтың жетуі оп-оңай болса керек. Небәрі бір айдан кейін, яғни 1938 жылдың қақаған қаңтар айында ол жерге Қазақстанның қала берді Кеңес одағына қарасты Белоруссия, Кавказ елдері, Орталық Азия елдерінің түкпір-түкпірінен вагондарға толтыра тиеп әкелінген әйелдер саны 1500-ден асып жығылған. Солайша 1937 жыл мен Сталин қайтыс болған 1953 жылға дейін осы бір азап лагеріне 18 мыңнан аса әйел қамалған екен. Қазақтың біреу өлмей, біреуге күн жоқ деген сөзі дәл осы жағдайға айтылғандай. Себебі Сталиннің бақилық болуымен осы лагердегілер өздері қош айтса бастаған жарық дүниеге қайта келген. Яғни сол 1953 жылы Алжир жабылып, енді қайтып сол азапты түрмеге әйел баласын қамамау үшін темір торлар арнайы бұйрықпен қиратылыпты. Бірақ сол кездің тарихын ұрпақ жадында сақтап қалу үшін Алжир түрмесінің орнына мұражай жасақталған болатын. Тұтқын әйелдер немен айналысты? Алғашқы жылы тіпті тұтқындардың ашық аяз бен аптап ыстықта паналайтын да жері болмаған. Сонда да мойымаған әйелдер қамыс орып, саз илеп, одан сабан кірпіш құйып, өз түрмелерін өздері салып алған. Суықтан, аштықтан, ал ең бастысы моральдық жағынан шыдамаған көп әйелдер көз жұмған. Жаны қалса да бір шамасы ақылынан алжасқан. Тегінде адам баласы аштыққа да, суыққа да шыдайды. Ең қиыны ертеңгі күннің көмескі, болашақтың бұлыңғыр тартуы. Бақыттың барлығы кешегі күнде қалып, бүгін отағасы да бала шағаның да қайда жүргенін білмеуден өткен сірә бақытсыздық жоқ болса керек. 1939 жылдан бастап лагерде фермалар ашылып, егін егу, мал шаруашылығы жүргізіле бастайды. Негізі Алжир тұтқындарының ішінде оқымағаны кемде-кем болған. Тіпті барлығы дерлік интеллигенция өкілдері болды. Әрқайсысы сақа маман, қандай шаруашылықтың болсын ісін дөңгелетіп әкетуге білімі мен әлеуеті де жететін. Сондай-ақ лагерде тігін істі жүргізілді. Ондай идеяны ұсынған әйелдердің өзі болса керек. Себебі сол тұста, яғни 20 ғасырдың басында қолынан іс тігу келмейтін әйел заты аз болған. Тіпті ұсынысты ауызша жасамай, әр әйел өз қолынан келетін бұйымын тігіп, түрменің тар қапасының өзін жәрмеңкеге ұластырып жіберген. Сондықтан әйелдер қауымының бұл ұсынысы лагер басқармасынан қолдау тауып, тіпті тігін фабрикасына арнап үлкен ғимаратта салынды. Солайша Ғабеңнің сөзімен айтқанда, өмір себетін әйелдер қауымы темір тордың ар жағында отырып, тіпті өлі тірісінің де хабарын білмейтін күйеулерін ойлап күңіреніп жата бермей, белді шарт буып, өздерін сол лагерге жапты демей, жеңіл өнеркәсіп бар ма, ауыл шаруашылығы бар ма, қолынан келгеннің барлығын жасап, елге пайда келуді ойлады. Кейін соғыс басталған жылдарда сол істерінің пайдасы тиіп, майданға азық-түлік, жылы киімге дейін жіберуге бірден-бір жәрдемші осы тұтқын әйелдер болғаны тарихтан мәлім. Келесі тақырып ГУЛАГ балалары. Солақай саясат, тіпті әрбірден алғанда әйелдің аяғының ауырлығына да қарап аяуды білмеген. Солайша қаншама балалар жарық дүниеге келмей жатып, құрсақта темір тордың дәмін татқан. Қаншама бала іште шетінеп, қаншама бала сондай ауыр жағдайдың өзіне анасымен бірге шыдап дүниеге келген. Өзі ауыр еңбекпен айналысып, өзі баласын емізсе де аналар ешқашан соны ауырсынбаған. Қайта олар үшін ең қиыны омырауындағы баласын тартып алып, балалар үйіне алып кету еді.
баласының 3 жасқа толған күнінен өткен қасірет болмады десек артық айтпайтын шығармыз. Себебі 3 жасқа толған күні ботадай боздатып, қолындай шыңғыртып, ана мен баланы екі жаққа айырған, ешкімнің көз жасына қарамаған. Тіпті баласын қайда алып кеткен айту бұлай тұрсын, кеңес үкіметінің түкпір-түкпіріндегі балалар үйіне алып кетіп отырған. Сондағы саясат ана баласын, сондай-ақ бір анадан туған бауырлар бірін-бірі таба алмасын деген. Өкінішке орай, Қазақстан бойынша түрмеде туған, түрмеде аналарымен болған балалар саны қанша болғаны жайлы нақты дерек жоқ болса керек. Тіпті Алжир мұражайының өзінде де. Алайда жалпы Қазақстандағы лагерлерде, оған Долинка, Семей лагерлерде кіреді. Барлығы 1507 бала дүниеге келсе керек. Өзі сотталғанда балалар болды дегенге сенесіз бе? Соның бір ғана мысалын айтсақ, Николай Булка есімді бала 15 жасында лагерге айдалған. Сондағы жазығы мектепте үзіліс кезінде құрдастарымен ойнап жүріп, оқыста Калининнің портретін жыртып алған. Сол үшін әлгі оқушыны 58-ші баппен халық жауы деп түрмеге қамапты. Әйелдері лагерде 5 жылдан 8 жылға дейін отырса, арасында тіпті 10 жылға дейін темір торда қамауда болғандары да бар. Жалғанай, ешқашан таусылмастай көрінген түрме азабының көбі кетіп, бостандыққа қол созымдай қалған кезде көз жұмғанда жағдайлар ұшырасқан. Соның бір мысалы Тұрар Рысқұловтың жары Азиза Рысқұлованың анасы. Өзі де анасы да осы лагерде 8 жыл отырып, бостандыққа небәрі 2 ай ғана қалғанда кенеттен Азиза ана қайтыс болса керек. Сөйтіп ол кісінің сүйегі сол жерде жерленеді. Ал жерде жалпы саны 62 ұлт өкілдері тұтқында болған. Кеңестер одағының түкпір-түкпірі, сонау Латвия, Литва, Украина, Белоруссия, Балтық жағалауы елдері, Крымнан жалпы 20 мыңнан астам әйел заты осы түрмені 10 жылдай мекен қылған. Соның ішінде 8 мың әйел лагер алғаш ашылғаннан жабылған соңғы күніне дейін лагер қамауында болған. Сондай-ақ түрме ішінде 1000-нан астам әртістер, ал жалпы Карлаг жүйесінде 100-ден астам суретшілер отырған. Қылқаламда тіпті түрмеде де серік қылған суретшілердің сол кезде салған суреттері бүгінде тарихи құнды жәдігерге айналып, біз оны мұражай қабырғаларын безендіруге қолдандық дейді саяси қуғын-сүргін және тоталитаризм құрбандарының Алжир мемориалды мұражай кешенінің директоры Болат Жүнісбеков. Келесі соңғы тақырып: түрмеге неге сонша сәнденіп келген? Әйел менен ана атаулының көз жасымен жуылып, қарғысын естіген түрменің темір торлары мен тас қабырғалары бүгінде қиратылған. Әрине, адам атаулыға өлім мен өкініш, өзекті өртер өксік арқалатқан түрменің жермен жексен болғаны дұрыста шығар. Алайда бүгінгі ұрпақтың сол бір тарихи сәтте аналарымыздың қандай азапты бастан өткергенін бір сәтте болса сезінуі үшін бәлкім ол түрмелер музей ретінде сақталғаны дұрыс па еді. Осы жағын музей директорынан сұрағанымызда, ол кісі биыл не келесі жылдан бастап барактың кейбір кездерін көзбен көрсететін, мәселен тартып алынған балалар секілді композициялық макеттер жасалынатындығын айтты. Карлаг жүйесінде дүниеге келген 1500 баланың қасіретін көз алдымызға келтіріп, бүгінгі бейбіт күннің бағасын білу үшін ондай игі шараның маңызы зор. Өткен күннен қалған жәдігерлердің ең құндысы деп мұражай қызметкерлері сол тұста әлі балалар үйіне әкетпей тұрған балалардың қолымен иленген наннан жасалған ойыншықтарды айтты. Әр жерлерде манекенге кигізілген әйелдердің әдемі көйлектерін көріп, олар жайлы сұрағанымызда мынадай деректерге қанықтық. Әлгі көйлектер әйелдердің лагерге киіп келген киімдер екен, бірақ өзі түрмеге келе жатып, олар неге соншалықты әдемі жасана киінген деген сұрақ тууы заңды ғой. Сөйтсек, арыстай азаматтардың жарларын жендеттер үйден күйеулеріңмен кездестіреміз деп алдап әкеткен екен. Сондықтан олар барын киініп, әшекейлерін тағынып, жарқырай шықса керек. Ал нәтижесінде бірден қамауға алып, азап вагондарына тиеп қиыр шетте жатқан аязы адам төзгісіз далаға Алжирдің тұтқындарына айналдырған. Айтпақшы, дәл сол азапты шақтың құнды жәдігері осы вагондардың бірі қазір мұражай ауласында тұр. Бүгінгідей купеге бөлініп, бар жағдайы қайдан жасалсын? Халық жауының әйелдерін қазіргі тауар таситын вагондарға 100-200-ден тиеп ашқұрсақ күйде жеткізген.
Сол сәттен қалған бір белгіні іздеген жан болса, лагерь маңында кезінде тұтқын әйелдерін өз қолымен отырғызған ағаштары қалыпты. Сондай-ақ мұражайынан кірген бетте екі жақ қабырғаны тұтас композициялар құрайды. Соның ішінде лагерде отырғандардың бірі Борхман атты суретші әйелдің тастар қыспағындағы қайың атты картинасы көзге ерекше түседі. Табиғатта ең сұлу ағаш саналатын қайыңның қыспаққа ұшырап, соның кесірінен қисық өсуінің өзі сол кезеңдегі сұлу да нәзік жаратылыс иесі әйелдердің тағдырын тап басқанына дау жоқ. Сондай бір жүрек шымырлатар суреттің бірі үйге деп аталады. Онда бір топ балапанын соңынан еткен қаз өз ұясына беттеп бара жатады. Сонда тіпті сол лагерде отырған жарының өлі тірісінде білмейтін баласынан айырылған құса әйелдерге қарағанда, балапандарын соңынан ертіп ұясына беттеген қаз екеш қаздың өзі әлдеқайда бақытты дегенді аңғартса керек. Мәліметтер Мәриям Әбсаттардың Алаш зиялыларының соңғы сөзі атты кітабынан алынды. Дыбыстаған Аспандияр Нұрмұхаммед.